Барлықтарыңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге венский вафлілер дайындайтын боламыз. Алдымен 3 жұмыртқаға шекерді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін оған үй температурасындағы сармайды қосып араластырамыз. Содан соң ұн, қопсытқыш, ас содасын қосып миксерлейміз. Соңынан сүт қосып, тағы бір араластырамыз. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, иншалла қыздар, сіздердің жасаған вафльдеріңіз суыған күйінде де жұмсақ болып өз формасын ұстайды. Ең бастысы ұнды көп қосып жүрмеңіздер. Арнайы формасына салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің вафльдеріміз дайын, өте дәмді болып шығады қыздар. Барлықтарыңызға көре кеңес беремін, баршаңызға ас болсын.